Сәлем баршаңызға. Біздің арнаны жоғалтып алмас үшін лайк басып, тіркеліп және қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Жүгері С витаминіне өте бай және темір витаминіне бай болып келеді. Сондықтан егер сіздер мұздатқышқа сақтап қойсаңыздар, қысқа С витамині оның 2 еселенетін болады. Қысқа жүгеріні қалай сақтаймын деген қыздар болса, мұны, пожалуйста, бәрін айтып, мына жерде жазып өттім. Полиэтиленовый пищевой пленкаға орайсыздар, құрғақ болу керек. Жумайсыздар, қабығын ашисыздар да 2-3-ке бөліп мұздатқышқа салып қоясыздар, болды. Тұра береді. Қазір шілде айы, мен уже кірісіп кеттім қысқа дайындыққа. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Мен уже бірнеше жыл болды жасап жүргеніме, дәмі бұзылмайды және өзде соғып қалмайды. Қалай тұр, солай тұрады. Қайнап тұрған суға 7-10 минут деп негізі солай жасасаңыздар, қайнап тұрған суға салып керек 7-10 минутқа. 10-15 минут салсаңыздар да болады, байқап көресіздер ғой. 15 минут это уже максимум. 15 минутта пісіп шығады кәдімгідей болып. Қанық сары түсті болып піседі. Қыста жүгеріні жеген өте күшті. Енді жаздың күні оны біраз қайнатасыз ғой, піспейді ол. Түрі де бір қанықсыз болып тұрады ғой, білетін сары болып тұрады. Ал қыста пісірген кезде осы жыл жасап көріңізші, өтініш, и маған рахмет айтатын боласыздар. Мен уже кірісіп кеттім қысқа дайындыққа. Басқа да жемістерді, көкөністерді жақын арада мұздататын болам. Менімен бірге болыңыздар. Тіркеліп, қарап, бақылап отырыңыздар, пікір қалдырып отырыңыздар. Мен тек қана өзімнің қолымнан келетін, өзім жасап көрген нәрселерді ғана ұсынатын боламын. Барлығы тек қана нәтижелі болғандықтан өзім сенімді айтып отырмын. Менімен бірге болыңыздар. Маған тіркеліп, маған комментарий жазып отырған кісілерге рахмет. Сау болыңыздар.